Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының бір апталық жоспары ұйымдастырған жобаларына шолу жасайтын боламыз. Апта сайын Қазнұр-Сұңқар инста парақшасында тұрақты деңгейде шығып отыратын біздің мақтаныштарымыз сіз білесіз бе, керек студентке лайыққа жақсылық жасап жарысайық. Қазулаев біздің нұсқада ойын айдарлары студенттерге тың ақпараттармен бөлісуде. Аптаның ең маңызды жаңалығының бірі 6 қазан күні Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының онлайн есептік сайлау конференциясы болып өтті. Жыл қорытындысын саралайтын конференцияда 2016 жыл мен 2020 жылдың экс-төрағасы Бөлебаева Шолған Мейрамбекқызы соңғы 4 жылда атқарылған жұмыстарының есебін баяндады. Ресми сайлау нәтижесі бойынша Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының жаңа төрағасы қызметіне Бағдәулет Баймаханұлы тағайындалды. Қазан айының 7-ші жұлдызы алғаш рет онлайн форматта Қазылу студиясы жобасы ұйымдастырылды. Онлайн жобаның алғашқы қонағы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік балалар мен жасөспірімдер театрының актері, Қазақстан жастар одағы серпе жастар сыйлығының лауреаты Әсет Иманғалиевпен жоғарғы деңгейде танымға толы керемет атмосфералық кездесу кеші өткізілді. Кездесуде студент жастар өз сұрақтарына жауап алып, кеш қонағының кәдесін тамашалады. Оңай қоғамдық көлік картасына байланысты атқарылған жұмыстар нәтижесі бойынша 216 студенттік карта жасалынып, 102 студенттік көлік картасы таратылды. Өз оңай көлік карталарыңызды керемет 203 Сұңқар кабинетінен алып кете аласыздар. Сонымен қатар Әл-Фараби атындағы Қазылу Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының жанынан құрылған «Сен жалғыз емессің» қайырымдылық қоры спина бифида ауруына анасының ішінде жарқыны душар болған 3 айлық аружанға қаржылай көмек көрсету мақсатында эстафета ұйымдастырып, оны көмек қоғамдық қоры еріктілеріне жолдады. Ең керемет жаңалық, қатарымызға жаңадан қабылданған сұңқарлықтар үшін арнайы Қазнұр-Сұңқар YouTube каналында онлайн форматта Қазнұр стаж жобасы ерекше қабылдау кеші ұйымдастырылды. Керемет конкурстар, жеңімпаздарға арналған сыйлықтар, креативке толы ойындар арқылы жеңімпаздарды анықтады. Ерекше жаңалық, Қазақстан студенттер альянсы Алматы қаласында ең үздік жастардың өзін-өзі басқару ұйымдары байқауының аймақтық кезеңіне Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағы қатысуда. Кәсіподағымыздың бұл сыннан да сүрінбей өтіп, жүзден жүйрік атануына тілектеспіз. Әрдайым студент жастарға өз қолдауын көрсетер Сұңқар сіздермен бірге.